Ертегі тыңдаңыздар. Абай атындағы балалар кітапханасында 10 жасар автор Платон Нечаевтың кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Абай атындағы балалар кітапханасы көп жылдар бойы оқырмандарды әдебиеттегі жаңа есімдермен таныстырады. Қаламы енді ұшталып бастаған ақындар мен жазушыларға әдеби тұрғыда дамуға, сондай-ақ өз шығармаларын республикалық және облыстық әдеби басылымдарда шығаруға көмектеседі. Бүгін оқырмандар 10 жастағы жазушы Платон Нечаевпен кездесті. Ол өзінің кітаптарын жасанды интеллект арқылы жасалған иллюстрациялармен таныстырды. Я презентую сегодня свои... Мен бүгін өзімнің 3 кітабымды оқырманға таныстырдым. Олар Аппақ Байжанов туралы, Қараған ағашы және Олимпиада ойындары жайлы. Кітаптар көбіне менің ойымнан туындаған шығармалар арқылы жазылды. Аппақ Байжанов жайлы жазғанда бірінші кезекте оның тарихын қарадым. Ал қалған кітаптарды толықтай өзім жазып шықтым. Менің ойымнан туындаған шығармалар көбіне басқа авторлардың кітабын оқып отырған кезде пайда болады. Сосын бос уақытым пайда болғанда туындыларымды қағаз бетіне түсіремін. Кітаптардың тұсаукесерінен бөлек шығармашылық ойлауды дамыту және балаларыңызды қолдау қаншалықты маңызды екендігі туралы балақайдың анасы да өз ойымен бөлісті. Я сама работаю в сфере креативных индустрий. Ұлым бала кезінен басқалар түсіне қоймас ерекше іс-шараларға қатысып жүретін. Менімен де әртүрлі саяхаттарға шығатын, яғни оның қазіргі ой өрісі жақсы дамыған десем болады. Әлеуметтік желілерге өзінің қызықты туындыларын салып, оқырмандармен бөлісетін, ертегілер жазатын, себебі сүйікті шығармасы Гарри Поттер болды. Туындыларын оқу барысында әртүрлі фантастикалық кейіпкерлерді көретінмін. Менің ойымша баланы әрқашан осындай бастамаларда қолдау керек. Қазіргі таңда ұлымды кітаптарын оқырмандарға көрсету үшін Астана қаласына да шақырды. Сондай-ақ қазір Парижға виза жасатып жатырмыз. Шетелде де өз кітабын таныстырады деп ойлаймын. Себебі бір кітабы Олимпиада ойындарына арналған. Биылғы Олимпиада жарыстары да Парижда өтеді. Анасы ретінде ұлым үшін мен өте қуаныштымын. Ендігі кезекте кітап сатылымының пайызы паралимпиадалық спортшыларды қолдау қорына, сондай-ақ Қарағанды қаласын көгалдандыруға жұмсалатын болады. Бұл кішкентай жазушының қолынан келген ауқымды жұмыс пен жарқын алғашқы жетістігі болмақ. Диас Елемес, Зұлқарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.